баланың сабаққа деген ынтасын қалай көтеруге болады. Көп ата-ана осы жақтан қиналып жатады. Мысалы, балаңыз мектептен келді, ол сабаққа деген жаңағы төмен оқуы мүмкін, ондай кезде ұрысып, оны жекіп, оны басқалардың алдында түсіру арқылы сіз баланың мотивациясын көтере алмайсыз. Ал енді не істей аламыз? Балаға ең бірінші сіздің мейіріміңіз қажет болады, махаббатыңыз керек. Қаншамен оқыса да, оны шексіз жақсы көретініңізді сездіру керексіз. Екінші, баламен бірге отырып уақыт өткізу керек. Бірден оның сабағынан емес, 3 минут техникасын пайдалансаңыз болады. Сабақтан кіріп келгенде баланың көзіне қарап, жақсы көретініңізді айтып, оның күнін қалай өткенін сұрап алу керек. Одан кейін барып, оған тамақтандыру керек. Жаңағы жайлы ортаны қалыптастыру керек, оның қандай проблемасы бар екен, ортасында қандай проблема болып жатыр, неге көңіл толды, бүгін қандай сезім сезді, не жедің, не іштің емес, қандай чувство болды сенде, қандай өзіңді жақсы сезіндің ба, жаман сезіндің ба, не үшін жақсы сезіндің, не үшін жаман сезіндің, адам ретінде онымен пікір алмасу керек. Үшінші, барып отырып сабағын көңіл бөлсеңіз болады. Сабағын оқытар алдында бір қызықты техникалар жасап жіберіңіз. Мысалы, нейрогимнастиканы бірге отырып жасаңыз. Немесе көзді жұмып тұрып, жаңағындай сурет салу техникасын пайдаланыңыз. Немесе айырмашылықты тап деген секілді түрлі-түрлі қызықты жаттығуларды жасасаңыз болады. Одан кейін барып, мен айтар едім, балаға бір күніңізді арнаңыз деп. Аптасына, мысалы, сізде қанша бала бар? 3 бала бар ма? 3 баланы алып, бірден бәрімен бірдей уақыт өткізсеңіз, ол сізге де стресс болуы мүмкін ата-ана ретінде. Мысалы, менің 5 балам бар, 5-еуінің возрасты 5 түрлі, біз барлығымыз бірге қыдыратын кездер болады, жеке-жеке алып шығатын кездерім болады. Мен осы кезде түйгенім, әр балаға жеке көңіл бөлгенде ол бала өзінің важнысын сезінеді екен. Яғни мен маңыздымын деген ой қалыптасады. Сіз оның ішкі ойларын тыңдай аласыз, онымен жеке ойын сұрай аласыз, оны волновать етіп жатырған проблемасын біле аласыз. Ал егер сіз көп ол бәрін бірге алып шықсаңыз, сіз шаршайсыз. Ана балаға қарамадың деп үлкеніңізге ұрсыңыз мүмкін, мына бала неге құлап қалды деп екіншіңізді түртпектеуіңіз мүмкін, яғни барлықтарыңыз шаршайсыз. Ал менің техникамда аптасына 1 рет бір балаға көңіл бөлу. Мейлі ол айына 1 рет болуы мүмкін. Зато сіз мен қызыма бір көңіл бөлем, ұлыма бір көңіл бөлем. Бала өзін маңызды екенін сезінеді. Және де осындай кезде сабақтың оқу процесінде басқа баламен салыстырмаңыз. Никогда біреудің баласын балаңызға пример қоймаңыз. Ол балаға пример өзі болсын. Бүгінгісін кешегісінен гөрі артық жасаған іс-әрекетімен дәлелдеңіз. Мысалы, кеше 20 сөз оқыдың, бүгін қара 30 сөз оқыдың, сен молодецсің деп оған мотивация беріп қойыңыз. Және де, егер осындай сөзге жеткізсек, біз сенімен тағы да бір күн осы жаққа қыдырамыз. Немесе осындай сыйлық сыйлаймын деген секілді бір ынталандыру беріп отырсаңыз болады. Енді қандай программаларды қолдансам болады, қандай қызықты ойындар бар екенін білгім келеді десеңіз, менде заманауи педагог деген телеграм каналым бар. Сол жерге доступ алсаңыз, түрлі ойындар бар, түрлі қызықты нейрогимнастикалар бар, және де баланы дамытатын жаттығулар бар. Сол жерде бөлістім, қарап қойсаңыз болады.